Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Мен Арыс қаласындағы номер 17 колледждің ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығының арнайы пән оқытушысы Төлендиева Бақтыгүл Әмірханқызы. Сіздердің назарларыңызға арнайы технология пәнінен пленкалы есік тақырыбында бейне сабағымды ұсынамын. Сабақтың мақсаты пленкалы есіктің дайындалу технологиясымен таныстыру, студенттерді бүгінгі күннің қажеттілігі кәсіпкерлікке, іскерлікке, ұқыптылыққа, шеберлікке үйрету, өз мамандықтарын құрметтеуге және қызығушылығын арттыру. Білетін нәтижелер: пленкалы есікті дайындау технологиясы туралы мағлұмат біледі, өлшем жұмыстарын жүргізуді меңгереді, керекті құрал жабдықтарды ажыратады. Білім алушылар өз беттерінше әрекет ету дағдыларын дамытады. Сабақ жоспарына назар салыңыздар. Кіріспе: мамандық тарихы. Пленкалы есікті жасау технологиясы. Пленкалы есіктің тік сырығын қалай өлшеп таңбалап белгілейді. Техника қауіпсіздік ережесі. Есік пленкаларын құрастыру және қорытынды бөлімнен тұрады. Ерте заманнан бері адам өмірінің әрекеті ағаш өңдеумен тікелей байланыста болған. Ағаш ұсталарының еңбегі әр кезде жоғары бағаланатын және олар әлем елдерін саяхаттап, құрылыс жұмыстарына қатысатын. Бұрын ағаш шеберлерін бұтаушы не балташы деп атайтын. Ал кейін құрылыс бөлшектерін мықты біріктіре білуіне қарай ағаш шебері сөзі пайда болды. Бұрын ағашпен жұмыс істеу ұсталық пен шеберлікке екіге бөлінетін. Яғни ұсталар ағаш дайындаумен айналысса, шеберлер ағаш материалдардан бұйым жасайды. Бүгінде бұл мамандықтар құрылыс саласында емес, жиһаз бен терезе, есік шығаратын әмбебап кәсіп иелері. Сену қиын. Бірнеше мың жылдар бұрын ағаштан ауылдар тұрғызылған. Білген түйгендерін ұсталар жас ұрпақтың бойына сіңіріп үйретіп отырған. Сондықтан болар әр шебер ұзақ уақыт бойы балтаның көмегіне сүйенген. Ал күнделікті пайдаланатын ара осыдан 400 жыл бұрын пайда болған. Ағаш ұстасы мамандары құрылыс жұмысы ене бастағанда көп аса уақыт шегені пайдаланбаған. Осы жұмыстың арқасында бүгінгі таңға дейін ағаш дайындамаларын шегесіз жалғастырудың елуге жуық істері бар. Пленка есік құрылымы ретінде бөлшектерден құрастырылады. Жақтау мен пленкадан, яғни біріктірулерден құрастырылады. Пленка жұқа тақтай, ағаш жаңқасымен немесе талшықты плитасынан жасалады. Суретке назар салыңыздар. Формасы бұрышты қалқан тәрізді. Сонымен пленкалы есік жаппасының ерекше түрі. Олар қаңқадан және пленкалардан тұрады. Пленка ағаш арқалықтардан жасалған, жақтауға оңай, арнайы ойықтарға салынған тақтайша. Және оның айырмашылығы материалдың қалыңдығы мен беріктігінде. Пленка есікті көлемді, ерекше және стильді етеді. Егер схеманы түсінсеңіз, онда пленкалы есіктерді есік жаппасынан басқа түрлерінен ажырату қиын емес. Суретке назар салыңыздар. Мұқият қарасаңыз, рамкада пленка біріктірулермен жабылады. Пленкалы есік тік сырық рамасына өлшем түсіру схемасына назар салыңыздар. 7 рет өлшеп 1 рет кесілді деген бұл мақал бұрынғысынан да орынды болды. Шынында да осы соңғы нәтиже өлшеулердің қаншалықты дұрыс жасалғанына байланысты. Пленка есіктің тік сырығын дайындаудың суретте көрсетілген технологиялық процестің үлгілік сызбасын көрсетейін. Онда дайындама ағаш материалдарын кесу, дөңгелек ара станоктарында атқарылады. Ал фрезерлеу 4 қырлы бойлық фрезерлік станокта жүргізіледі. Ағаш материалының көлемі 44-94 2000 мм болатын рамалы пленкалы есіктің көлденең кеспелдегі ағашын өңдеу схемасына назар салыңыздар. Ағаш дайындамасын фрезерлеу және сүрту кезінде екі жағынан қалдыратын артық жер қалдырады. Яғни қылқанды ағаштарда 5,5 мм болу керек. Ұзындығында 20 мм артық болу керек. Оларды есептегенде дайындық ағашының мөлшері қалыңдығы 50 мм, ені 100 мм, биіктігі 2020 мм болып келеді. Кесілген сырықшаны электрлі арамен жонып, садақ тәрізді арамен кесіп өңдейді. Кесілген дайындаманы аралағаннан кейін оның 4 жағын сүргімен өңдейді.
Сүргілеу кезінде кеспелтек ағаштың тік бұрышты формалы болуын, қисық немесе қиғаш болмауын қадағалау керек. Сүргіленген кеспелтек ағаш бетінде бұрыштамамен, рейсмуспен шабақтарға арналған орнын белгілейді. Ол үшін дайындама ағашын жиегін жоғары қаратып қойып, суреттегідей. Бұрышпен шетінен 20 мм қалдырып, бірінші сызықты жүргіземіз. Одан кейін 32 мм өлшеп, екінші сызықты жүргіземіз. Осы сызықтан кейін 140 мм қашықтықта тағы да сызық түсіреміз. Осы сызықтан кейін қажетті қашықтықтарды өлшеп, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші сызықтарды сызамыз. Сосын осы сырықтың түбінде қырларынан 12 мм қашықтықта 12-13-ші сызықтарды ұзына бойы түсіреміз. Көлденең және бойлық сызықтардың түйіскен, яғни қиылысқан жерінде 9-ші ұя пайда болады. Техника қауіпсіздік ережесі бойынша станокта жұмыс істеу кезінде техника қауіпсіздігін сақтау керек. Кескіштің жұмыс істейтін бөлігін қоршаулы болу керек. Ағаш қабатына қарсы қисық сызықты фрезер жүргізуге болмайды. Станок тежеуіш және блоктаушы құрылғылармен жабдықталуы керек. Жұмыс жасауда дайындаманың үстелге және сызғышқа тығыз жанасуын бақылауымыз керек. Өңделген кеспелтек ағаштарды жылжымаға тығыз етіп, қатаң түрде перпендикуляр орнатады. Жылжыманы кескіш қалпақшаға ақырындап, біркелкі жылдамдық беру керек. Ұялардың шеттері жарылып кетпеу үшін тіреу кеспелтек ағашын қолданамыз. Егер электр қозғалтқыштың аппаратураның электр қоршауы бұзылса, немесе жерге қосылуы болмаса, онда станокпен жұмыс істеуге болмайды. Есік филенкаларын құрастыруда формасына қарай филенкалар жиектерін қырынан өңдеп, жалпақ әрі тегіс ету керек. Есік рамасына филенканы фальц етіп орнатамыз. Екінші суретке қараңыздар. Егер істікші жобаланған мөлшерде қалыңдау болса, бірінші суретте, онда кеспелтек ағашының ойығына өткізген кезде жарылып кетуі мүмкін. Ал егер де жұқалау болса, онда біріктіру мықты болмай шығады. Станокта аралау кезінде араның сызат салынған жерін жанап отыруымыз керек. Содан кейін бұл филенканың шеттері фрезерлік станокта өңделіп, үлгі беріледі. Ал дайын филенка есік жақтауына, ойықтарына дұрыс енгізіледі. Сабағымызды бекітеміз. Бірінші тапсырма техникалық диктант алынады. Екінші тапсырмада микс жаттығуы бойынша постер құру. Бүгінгі тақырып филенкалы есіктің дайындалу технологиясын қорытындылай келе, біз филенкалы есікті жасауда бөлшектердің біріктіру элементтерін білдік. Біріктіру жұмысында ақаумен жұмыс жасауды дағдыландық. Филенка есіктің технологиялық өлшем схемасын оқыдық. Ағаш кеспелтектерін өңдеуде қандай аспап жабдықтарды, олармен жұмыс жасаудың негізгі әдістерін машықтандық. Кәсіптің нәсібін көру үшін бастысы бұл мамандық иелерінің бойында ұшқыр ой мен қиял болуы шарт. Құрылыс келісі талаптарына сәйкес заманауи құрал жабдықпен жұмыс жасау, материалдарды дұрыс таңдай білу. Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болып, құрылыс саласын дамытуда білікті маман болып қалыптасу. Тақырып бойынша нәтижеміз. Үйге тапсырма. Степанов балташылық ағаш жұмыстары әйнектеу және паркет жұмыстарының технологиясы оқулығынан 169 сызбаны сызу және анықтау. Дүрманов Асанбаева ағаш шебері оқулығынан 99-100 беттерден анықтама жазу және қосымша техника қауіпсіздік ережесін конспекттеп келу. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.